Жүректегі мұз 87-ші бөлімі. Бүгінгі бөлім өте қызықты эпизодқа толы болады. Тіпті жылап алдым десем де болады. Халел барлығына өтірік айтып, тіпті Таксин мен Джиханға да келіп, көз жасын көрсетіп, мүләйімсіп өтірік айтып және күліп шығып бара жатыр. Шығып бара жатқан кезде Бунамидің әйелі Жанан мейрамханаға келдім, маған орын тауып бер деп айқайлап жатады. Осы айқайды осы Бунамидің әйелі екенін біліп пайдаланғысы келді және Жананның қасына барып, жүріңіз, ол жақта шынымен де орын жоқ, мен сізге террастадағы орынды көрсетейін, сол жерге бір шыны көпе ішуге қалай қарайсыз деді. Жанан бұза қуанып кетті. Жүріңіз, осылай екеуі қонақ үйдің төбесіндегі террастада кофе ішуге отырады. Бұл жерде Халел өзінің әдемі сөзімен, түрімен, келбетімен Жананды өзінің уысына оп-оңай түсіреді. Жананның байлығын өзіне аударып алу үшін. Атыңыз қандай әдемі? Танысайық, менің атым Халел, мен кәсіпкермін деген секілді сөздерімен баурап алады. Ал мұнда Бунами көңілдесі Тюрканның аяғын аңдып тұрады. Ақырын келіп аяғынан мяу дейді. Жанан Тюркан қорқып кеткен түр жасайды және қорқып кетеді. Осылай әзілдеседі екеуі. Содан кейін телефоныңдағы не деп көреді. Тюркан телефондағы алтынды көрсетеді. Осы алтынды алғым келеді дейді. Арзан алтын. Бунами болса, мен саған қымбатын алып беремін дейді. Шайханада Асад пен Хикмет әпкесі екеуі отырады. Бұл жерде Хикмет, Асад және Халел үшеуі бір ақшаны бөліскелі жатыр. Сол үшін де осы жерде Халелді күтіп отыр. Ал мұны Таксин мен Джихан сөйлесіп тұр. Таксин бұлай болмайды, бұл өтірік, бұл жалған дейді. Халелдің айтқандарына әлі де сенбей тұр. Джихан болса, дұрыс айтасыз, ол өте нашар адам. Мен Сумру әпкені білем, мен Сумру әпкеге сенемін дейді. Мелик пен Нұқ әкелерінің шындықты айтқанын естігеннен кейін әлі де Мелик сенбейді, бірақ Нұқ сенеді. Сен тыңдашы, апамыз бізді қабылдамаған, қолымызға шек берген. Ал Мелик болса, жоқ, мен бәрібір әкеме сенбеймін, әкем өтірік айтады дейді. Сибелай соңғы рет телефон соққысы келді Нұққа, бірақ Нұқ көтермейді. Нұқтың өз проблемасы жетіп жатыр. Бірақ үміттенді. Телефон қоңырауын өзінің шындығын дәлелдеу үшін, өтірігін шындыққа айналдыру үшін балаларына жылап тұрып, осылай фотоларды көрсеткен Халелді қайта-қайта есіне түсіріп Сумру жылап жатырды. Жоқ, мен бұлай болмайды. Ал мұнда Сибелай бұрынғы Нұқтың шығарып салған есіне түсіп тұр. Бұл жерде Нұқты ойлап тұр, бірақ Нұқ жоқ еді. Нұқты қатты жақсы көретін соншалық көзінен жас ағып, тіпті қимай кетіп бара жатыр. Сөмкені көрсетеді, сөмкенің қасында Нұқ бартығын, бірақ ол бұрынғы кездері. Қолындағы алмасын көрді және тағы да жылап жіберді. Нұқ есіне түсіп кетті. Енді бұл жаққа келмейтін болды, бірақ Сибелайден кетіп бара жатқан ешкім білмейтін, тіпті білмейді де кетіп қалған. Сумру да ішін алды. Өйткені өзінің сондай өтірікші екеніне сенгісі келмеді, дәлелдегісі келді. Сол үшін де Таксиннің үйінен киімдерін жинап және Таксинге хат жазып тастап кетті. Қайда баратын алдағы бөлімде айтатын боламын. Әзірге сумкасында киімдерін жинап, көлігімен кетіп қалды. Таксиннің үйінен кетіп қалды. Мұнда Асад көпшілік алаңда басқа сары шашты қызбен кездесіп отырады. Маған қара қыз ұнамайды, қап-қара қыздарды ұнатпаймын, қара түсті қыздарды деп әзілдесіп жатыр. Әйелі Эсма көріп қалып, ол қыздың шашынан жұла жасап, айқайлап итерді. Сенің есің дұрыс па? Әйелі бар еркекте не шаруаң бар? Әйелі бар еркекке неге жабысып жүрсің? Осылай айқайлап жатыр. Ал бұл қыз болса, Асад, сен әйелінің бөзі түспеген, аузында сөз жоқ дейтін едің ғой. Әйелің нағыз надан әйел дейді. Осылай екі әйел қырылып, Асадын да қарап отыр. Ақыры Эсма ол әйелді қуып шығады. Алдындағылар жарайсың деп қолдарын шапаттап қалады. Бунами үйіне келді. Қалтасында оның қымбат әшекейі бар, Тюркан қалған. Ал әйелі Жанан сезіктенсе де білдірмеуге тырысып жүр. Ол қалтасына қайта-қайта қарап жатыр. Сол кезде
Хикамет ханым келіп, Сибилайды көрдіңдер ме? Ол бүгін үйде жоқ, достарымен кездесуге барам деді. Бірақ көлігі тұрақта деді. Сосын өзі мен кітаптарын беруім керек еді деп бөлмеге кірді. Сибила есікті аш дейді. Бірақ есік ашылып кетті. Сибилайдың бөлмесіне келіп, тіпті қат тауып алды. Сибилайдың кеткенін енді ғана түсінді. Қат пен көлікті, несие картасын бәрін Жиһанға берді. Жиһан алаңдап қалып, бұл қыз қайда кетті? Оның баратын жері жоқ еді дейді. Тіпті Хикамет ханым, Мелек барлығы уайымдап кетті. Ал мұнда Нұх келді, анасын уайымдап. Анам неге әлі жоқ? Мен оның сөйлесуім керек дейді. Жалғасы бар. Келесі бөлім ертең баяндаймын.